Кеш жарық, еңбек қауіпсіздігі сақталған ба? Коммуналдық мекеменің 2 қызметкері топырақ астында қалған. Шығыс Қазақстан облысында коммуналдық мекеменің 2 жұмысшысы қаза тапты. Олар үлкен Нарын ауылындағы жарылған су құбырын қалпына келтіріп жатқанда топырақ опырылып кеткен. Қауіпсіздік неге сақталмаған? Павлодарда 2 жасар бүлдіршін көп қабатты үйдің терезесінен құлап көз жұмды. Оқиға ізімен қылмыстық іс қозғалды. Үйде кішкентай балалар жалғыз қалған көрінеді. Қарағандыда соқыр ішекпен ауруханаға түскен әйел наркоздан кейін қайтыс болды. Осы жағдайдан соң салада тексеріс басталды. Ауласын ғана емес, қаланы жасыл желекке айналдырған бағбан. 78 жастағы шымкенттік ақсақал 30 жылдан бері гүл өсірумен айналысады. Берекелі шаңырақ баянды елдің кепілі. Бүгін халықаралық отбасы күні. Құндылық деген ең береке, бірлік отбасын толық болғаны. Отбасы деген енді өзіңнің республикаңда. 7-ші арнада кешкі жаңалықтар. Оксана Петерспен. Шығыс Қазақстан облысындағы үлкен Нарын ауылында 2 жұмысшы қайтыс болды. Олар су құбыры жарылған жерде жер қазу жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде топырақ опырылып басып қалған. Бірі 42 жастағы дәнекерлеуші, екіншісі 55 жастағы слесарь. Оқыс оқиғаның мән жайы анықталып жатыр. Қара жамылған қос отбасыға республикалық бюджеттен өтемақы төленеді. Сондай-ақ сақтандыру тетіктері арқылы қарастырылған өтемақылар беріледі. Өндірістік жарақат салдарынан Нарын комхоз сервис кәсіпорнының 2 жұмыскері мерт болды. Марқұмдардың туған туыстарына, жақындарына, жанұясына қайғырып көңіл айтамын. Ол кісілерге жан-жақты қолдау көрсетілетін болады. Бастысы, біз алдағы уақытта мұндай қайғылы оқиғалардың қайталанбауы жолында жұмыс жасаймыз. Жан-жақты толыққанды тексерулер жүргізіліп, оқиғаның салдары анықталады. Жауапты кісілер заңдылықтар аясында жауапқа тартылатын болады. Талдықорғанда Шерзат Полат өлімі бойынша сот отырысы жалғасып жатыр. Бүгінгі процесте куәгерлер түсірген бейне жазба көрсетілді. Балконнан түсірілген видеода жанжалдағы әрекет анық көрінеді. Айыптаушы тарап бұл материалдарды мұқият зерделеген. Осы жолғы сот отырысына да жәбірленушілер қатысқан жоқ, ал істі қарап жатқан сот төрағасы бақ өкілдері мен блогерлерді әлеуметтік желілерде дәйексіз ақпарат таратып елді дүрліктірмеуге шақырды. Сотта айтылған әрбір сөзбен келтірілген айғаққа тиісті бағаны тек сот бере алады. Сондықтан іс толық аяқталмайынша жөн жосықсыз мәлімет таратқан адам жауапқа тартылуы мүмкін екенін ескертті. Осы сәттен Белғожаев, Ілиясов, Шынасыл және Кеңген Сакиев 4-еу Гайпаевты бөлек сол жаққа қарай сүйреп алып кетті. Сол жерде тағы да құжаттармен анықталды. Құрметті сот, Шынасыл мен Сакиев пышақ жарақаттарын келтіреді. Сакиев Гайпаев ұсыныс. Былтыр 30 желтоқсан күні Ақтауда бір топ жас бала 11 сынып оқушысының көзінен атып кеткен. Осыдан кейін жасөспірімнің бір көзі көрмей қалды. Жарты жыл өтсе де медициналық сараптама нәтижесі әлі шықпаған. Ал жараланған оқушының өзі достарымен кинодан шығып үйіне қайтып бара жатқан. Орта жолда оларға өздерімен қатарлас бір топ жас бала тиісе бастады. Досына араша түскен оған бір бала қару кезіп көзіне атып жіберген. Енді зардап шеккен баланың анасы істі қарауды жеделдетуді сұрайды. МРТ түсіргенде уже анықтады. Ішінде оқ бар деді. Қазір неге операцияға аламыз деді. Сосын операция жасап, сол кезде біз полицияға звондадық. Операциядан кейін олар күтіп оқты алып кетті. Қайта көзін сұрай берді. Мама, көзім қалай деп. Бәрі жақсы болып, балам дедім. Очная ставка болған жоқ 2 рет барғанда сонымен. Содан кейін ешқандай хабар болған жоқ.
Павлодарда терезеден құлап қайтыс болған баланың өлімінен кейін алғаш рет қылмыстық іс қозғалды. 3 жасар бала 3-ші қабаттың терезесінен құлап кеткен. Облыстық балалар құқықтары жөніндегі уәкіл Сәуле Шакенованың айтуынша, анасы көрші үйдегі құрбысына кеткенде пәтердің терезесі ашық тұрған, ал бүлдіршін үйде 10 жастағы әпкесімен бірге қалған. Ол 5 баланың кішісі екен. Әкесі басқа елде тұрады. Енді марқұм баланың анасы 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Полиция балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау бабы бойынша іс қозғап тергеп жатыр. Ұлытау облысы Жаңарқа аудандық ауруханасында соқыр ішекке жасалған операциядан кейін көз жұмған әйелдің туыстары әділдік іздейді. Артында 4 баласы қалған марқұмға алдын ала аллерго сынама жасалмаған. Науқас қан диабетімен ауырған. Әйелдің ет жақындары қайғылы жағдайдың нақты неден болғанын білу үшін барлық сараптамаға тапсырыс берген. Енді бұл мәселенің жауапсыз қалмағанын қалайды. Ал жергілікті денсаулық сақтау басқармасының өкілдері осы оқиға ізімен өз ісіне салғырт қараған мамандар жауапқа тартылғанын айтады. Нету КТ картриджи. КТ аппаратының картриджі жоқ. Құрылғының өзі жұмыс істемейді. Қарапайым натрий хлорид, кальций хлорид жоқ. Оны анықтама қағаздарда өздері жазыпты. Қалай сонда? Бұл аудандық аурухана емес пе? Олар немқұрайлы қарап отыр, әйтпесе отаға дейін 4-5 сағат уақыт болды. Ол кезде Гүлнар есін білетін. Осы уақытта Қарағандыға жеткізу керек еді. Бізде мүмкіндік болмады. Енді бұл қателіктерді біз сыртқа шығарып, бірнеше денсаулық сақтау басқармасының атынан жазалар тағайындадық. Атап айтатын болсақ, наркоз берген жаңағы дәрігер, анестезиолог, хирург дәрігер және де директордың орынбасары және директордың өзі мына шаруа анықталғанға дейін жұмысынан шектелді. Ақтөбеде ешкімі жоқ. Тұл жетім ретінде Қаңғыбастар зиратына жерленген азаматтың туыстары табылып, сотта жеңіп шықты. Ал бұл іске салғырт қараған полиция өкілдері қызметінен кетіп, моральдық өтемақы төлейтін болды. Былтыр 51 жастағы тұрғын із-түссіз жоғалып кеткен, туыстары іздеп таппаған. Артынан белгілі болғандай тәртіп сақшылары марқұмның денесін Қарғалы өзенінен тауып алып, 2,5 айдан кейін Қаңғыбастар зиратына жерлеген. Тергеу барысында жауапты мамандардың марқұмның туыстарын іздеуге әрекет етпегені анықталды. Талап қойушылар жауапкерлердің әрқайсынан 2 миллион теңге көлемінде моральдық зиян ретінде өтемақы өндіруді сұраған. Соттың шешімімен Ақтөбе облыстық полиция департаментінің әр талап қоюшының пайдасына 300 мың теңгеден өндірді. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ. Құқық бұзушылықтың алдын алуға атсалысқан азамат алғысқа бөленеді. Сыйлық және ақшалай сыйақы алады, шен беріледі. Арнайы заңға осындай өзгеріс енгізілмек. Бұл елдегі азаматтық белсенділікті арттыруға көмектесе ме? Қалай ойлайсыз? Бүгінгі сауалнаманың тақырыбы осы. Арнамыздың ресми телеграм парақшасына өтіп 4 жауаптың біреуін таңдап, дауыс беруіңізді сұраймыз. Оған экрандағы QR-код арқылы өтуге болады. Хабарымыздың соңында тақырыпқа қайта ораламыз. Кәмелетке толмағандарға зорлық көрсеткен азаматтар жазасын өтеп шыққаннан кейін арнайы есеп базасына тіркеліп 8 жылға дейін ішкі істер органдарының бақылауына алынады. Құқық бұзушылықтың алдын алу туралы заң жобасында бақылауды күшейтуді қарастырған. Бүгін мәжілісте ішкі істер министрлігі осындай ұсыныс жасады. Ішкі істер органдары тәртіпті бақылауда қоғамдық көмекшілерді жұмысқа тарта алады. Жаңа заң жобасы шеңберінде олардың қызмет аясын кеңейту қарастырылған. Полицейлерге көмектесуге ынталы азаматтардың міндеті тек көшелерді күзетумен ғана шектелмейді. Қылмыс жасауға бейім адамды да анықтайды. По применению мер профилактики. Қоғамдық көмекшілер құқықтық насихат және консультативтік кеңесші органдардың жұмысын ұйымдастыруға қатысады. Мәдени бұқаралық және ойын-сауық іс-шараларын өткізу кезінде қоғамдық орындарда тәртіпті қамтамасыз етеді. Ал белсенділігімен көзге түскен қоғамдық көмекшілер ақшалай сыйлық, тіпті мемлекеттік наградалармен де марапатталады. Сыйақы төлеу шартын әкімдік жанынан жасақталған комиссия шешеді. Ішкі істер министрлігі құқық бұзушылық пен тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы 2 заңды біріктірмек. Дегенмен бұған мәжіліс депутаттары қарсылық білдірді.
Тұрмыстық зорлық зомбылық профилактикасын күшін жою ол 2023-2024 жылы қабылданған барлық заңдардың сол жерде қабылданған шешімдерден кері кету деп ойлаймыз. Бүгін халықаралық отбасы күні. Отбасы тұрмыстық зорлық зомбылық болған жерде бізде отбасының тұрақтылығы болмайтындығын 2023 жылғы резонансты оқиға көрсетті. Сондықтан да біз өткен қателерімізден сабақ алуымыз қажет деп ойлаймыз. Жаңадан таныстырылған заң жобасында бостандыққа шығатын педофилдерді өмір бойы әкімшілік бақылауда ұстау мәселесі қаралған. Балаларға жыныстық сипаттағы қылмыс жасалған тұлғаларға мектеп және балабақша маңына жақындауға тыйым салынуы мүмкін. Кәмелетке толмағандарға зорлық көрсеткендер жазасын өтеп шыққаннан кейін арнайы есеп базасына тіркеліп 8 жылға дейін полиция органдарының бақылауына алынады. Құқық бұзушылық профилактикасы туралы жаңа заңда енді оларға бақылауды күшейту мерзімін ұзарту қарастырылған. Бүгін мәжілісте Ішкі істер министрлігі осындай ұсыныс жасады. Мәжілістегі ресми баяндамадан кейін Ішкі істер министрінің орынбасары тілшілердің сауалына жауап берді. Соңғы уақытта самокат пен велосипедке мемлекеттік нөмір орнату қоғамда қызу талқыланып жүр. Бірақ бұл ақпаратты ведомство өкілі жоққа шығарды. По велосипедам. Велосипедтерге мемлекеттік нөмір орнатылмайды, ал барлық самокаттарда сәйкестендіру нөмірлері бар. Бірақ олар кішкентай болғандықтан дұрыс байқалмайды. Оларды өндіруші компания өзі орнатады. Ендігісі бұл нөмірлерді ұлғайтып, көзге көрінетіндей жасау. Сондықтан Ішкі істер министрлігі алдағы уақытта осы бастаманы депутаттармен бірге талқыламақ. Бұл қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, скутер, самокат мінген азаматтарды шұғыл іздестіруге мүмкіндік бермек. Инара Барсақбаева, Жәмил Бейсенов, 7-ші арна. Біз өзімізді негізгі азық түлікпен қамтамасыз етуіміз керек. Жұмыс сапарымен Қостанай облысында жүрген үкімет басшысы жергілікті шаруалармен кездесіп, агроөнеркәсіп кешенін қолдауға биыл 700 миллиард теңге бөлінгенін айтты. Премьер-министрі өңірлер арасындағы көлік қатынасын жақсартуға бағытталған орталық батыс күре жолының жобасымен де танысты. Жаңа жол Астананы Арқалық, Торғай және Ырғыз арқылы Транскаспий халықаралық көлік бағытымен байланыстырады. Нәтижесінде Астанадан Батыс облыс арасындағы жол 560 шақырымға қысқарып, 5 сағатқа жылдам жетуге мүмкіндік береді. Бұл енді президенттің тікелей тапсырмасы бойынша іске асырылып жатқан жоба бүкіл еліміз үшін және осы Торғай өңірі үшін өте маңызды. Сондықтан оны тездетіп, сапалы бәрін ұйымдастырып жасау керек. Жолдың бойында бизнес дамытуға мүмкіндік басқаша ашылады, сондықтан өте маңызды жоба. Бұл өңірге жаңа серпін береді жоба. Сондықтан бірлесіп министрлікпен дұрыстап жасаңыздар. Петропавлда үй құрылысына миллиондаған қаражатын салып бірнеше жылдан бері пәтеріне кіре алмай жүрген үлескерлер шу шығарды. Айтуларынша, құрылыс компаниясы мен тапсырыс беруші арасындағы келіспеушіліктің зардабын қазір халық тартып отыр. 150-ге жуық отбасы көптен күткен пәтерден болмаса ақшамыздан қағыламыз ба деп алаңдаулы. Сондықтан олар бұл іске жергілікті билік өкілдерінің араласуын сұрайды. Тақырыпты осы өңірдегі меншікті тілшіміз Самат Қайырденұлы сабақтасын. Да все мы на квартирах живем. Мы хотим квартиру свою иметь. Бірнеше жылдан бері баспанасына кіре алмай жүрген жандардың бірі зейнеткер Роза Мұқышева. Ол құрылыс басталған кезде еш ойланбастан жер үйін сатып, ақшасын тұтас төлеп қойған. Ал қазір өзі жалдамалы баспанада тұрып жатыр. Мы еще вложились полную сумму на паркинг. Жолдасым екеуміз бір бөлмелі пәтерді паркингпен бірге сатып алайық деп 22 миллион теңге бердік. Міне 2 жыл болды, даулап жүрміз. Осы уақыт аралығында жалдамалы үйдің өзіне 2 миллион төлеп қойдық. Жасым болса 67-ге келді. Тірі кезімде өз баспанама көшкім келеді. Қаланың қақ ортасындағы 18 қабатты екі үйдің құрылысы 2021 жылы басталды. 150-ге тарта отбасы 4 миллиард теңгеден астам қаржы құйған нысан 1,5 жылдан кейін қолданысқа берілуі тиіс еді. Алайда баспаналы боламыз деп жиған тергенін үлеске салғандардың көбі құзырлы органдардың босағасын сағалап жүр. В прокуратуре говорят, что это ваши гражданско-правовые отношения. Прокуратураға бардық. Ондағылар бұл азаматтық құқықтық қатынас болғандықтан іске араласа алмайтындарын жеткізді. Бұл үйді салып жатқандардың қалада бірнеше бизнес бар. Сондықтан билік осы мәселеге назар аударса.
Үйлерді салу үшін тапсырыс беруші мердігерге қаражаттың 92%-ін төлеп қойған. Дегенмен құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты екеуі арасында дау туындап, іс сотқа жеткен. Процесс әлі жалғасуда. Салдарынан жұмыс тұралап, халық сан соғып қалды. Жауаптылардың сөзінше шаруаны бір жолы аяқтау үшін тағы 700 миллион теңге қажет. Под актив вот этих 700 миллионов мы готовы сделать займы. Үлескерлердің әрқайсысы 5-6 миллион теңгеден бізге жинап берсе деймін. Кейін сотты жеңсек, бұл қаражатты мен қайтарып беруге тырысамын. Ал ұтылып қалған жағдайда басқа жағын ойластыруға тура келеді. Баспанасын даулаған халықтың проблемасы нақты қашан шешілетіні белгісіз. Сондықтан маңдай тер, табанақы мен тапқан табысын салған үлескерлер жергілікті биліктен көмек сұрайды. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, 7-ші арна. Қызылорда облысында жер қорының 85% тұзданған, ал құнарлы қарашірік мөлшері 1%-дан да төмен. Бұл топырақтың шын мәнінде өлі күйге айналып шөлейттену аймағының үздіксіз ұлғайып жатқанын көрсетеді. Сыр өңірінің экологтары осылайша дабыл қағып отыр. Табиғи тепе-теңдіктің бұзылуынан Арал теңіз маңындағы елді мекендерде құм көшкіні жиі болады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше жыл сайын 75 миллион тоннаға дейін тұзды шаң атмосфераға көтеріледі. Соның салдарынан Арал, Қазалы және Қармақшы ауданының бірнеше ауылына құм астында қалу қаупі төніп тұр. Қазгидромет мамандарының хабарлауынша, болжамынша алдағы жылдары жауын шашын мөлшері азайып, аймақты құрғақшылық жайлайды. Бұл экологиялық дағдарысқа әкелуі мүмкін. Сондықтан өңірде деградацияға ұшыраған жерлердің электронды картасы жасақталып, шөлейттенуге қарсы әрекет қолға алынған. Арал теңізінің тартылу салдарынан бізде қазір 2 миллион 800 мың гектардай тағы қосымша арал маңы жаңа шөлді аймағы шығып жатыр. Тоқтатудың тәсілі бар. Ол жаңағы сексеуіл, басқа да ағаштарды отырғызу арқылы соны тоқтатуға болады. Елді мекендер мәселесін ол мүмкін бір қаржылық ұйымдармен, басқа да шетелдік қаржылық ұйымдарма, солардың қаражаты арқылы шешуге болады. Су тапшылығы мәселесі де ушықтар. Суармалы жерлердің 40-80% тұзданып, батпақтанып жатыр. Сырдарияның төменгі ағысында орналасқан аймақ ретінде Қызылорда жыл сайын вегетациялық кезеңде су тапшылығына тап болады. Бұл ауыл шаруашылығының өнімділігіне тікелей соққы отыр. Бүгін біз сараптама тобын шақырып, шөлейттенуге қатысты мәселені ортаға салдық. Жергілікті билікке, парламенттегі депутаттарға жеткізетін ұсынатын боламыз. Шығыс Қазақстан облысында істен шыққан әрі қираған бөгет пен тоғанға бюджет қаржысы жұмсалған. Өңірде мұндай 4 нысан анықталды. Мемлекет ақшасын тиімсіз пайдалану дерегін жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі тергеушілері растады. Сол себепті жергілікті билік тиімсіз гидротехникалық нысандарды аудандық әкімдіктердің балансынан шұғыл шығарып жатыр. Маңызды су объектілерін салалық мамандардың өздері тексерсінде биыл аймақтағы 24 бөгет шығыс су қоймалары коммуналдық кәсіпорнына берілмек. Айта кету керек, облыстағы 90-ға жоқ гидротехникалық нысан жөндеуді қажет етеді. Олар 50-70%-ға тозып тұр. Бұл іспен биыл айналысып жатырмыз. Өйткені ескі бөгет пен тоғандарды жай ғана есептен шығару мүмкін емес. Ол үшін сараптама қажет. Былтыр жергілікті атқарушы органдардың оған қаражаты болмады. Биыл сараптамаға қаржы бөлінді. Енді оны өткізіп, әділет органдарында тіркейді. Содан кейін бұл нысандар ресми түрде пайдаланудан шығарылған деп танылады. Қостанайдағы Береке шағын ауданында 2 аптадан бері 2000-нан астам пәтерде ыстық су жоқ. Оған қазандық иесінің газ жеткізуші компания алдындағы қарызы себеп. Десе де кәсіпкер мәселенің өзегі тарифтің тым төмен болуында екенін айтады. Ол шығындарды толық жаппайтын көрінеді. Тұрғындардың берешегі де жығылғанға жұдырық болып тұр. Оның сомасы 14 миллион теңгеге жеткен. Облыс әкімдігі мәселені шешу үшін қазандықты коммуналдық меншікке тегін өткізу ұсынды. Бірақ кәсіпкер бұған келісер емес. Нам не хватает тарифа. Жыл сайын монополияға қарсы комитет бекітетін тариф бізге жеткіліксіз. Тарифті көтеру туралы 5-ші рет ұсыныс тастады. Біз 30%-ға көтеруді ұсынып едік. Комитет небәрі 3%-ға ғана өсіруді мақұлдады.
Екі нұсқа бар, бірақ ол екеуін де қарастырмай отыр. Бірі нысанды тегін беру, екіншісі бізді өз желілеріне қосу. Сонда ажырап қалған кезде бұл ауданды өз күшімізбен жылытатын едік. Бірақ ол бұған да келіспей отыр. Шымкентте 78 жастағы қария өз ауласын ғана емес, өзгелердің бақшасын да гүлдендіріп жүр. Жомарт жүректі бағбан 26 жылдан бері түрлі гүл мен ағаштың көшетін, бақша дақылын халыққа тегін таратып келеді. Бек Ақылбекұлы жалқаулықтың не екенін білмейді. Таң атысынан бақшада гүлдермен тілдесіп жүреді. «26 жыл көлемінде мен халыққа тегін көшет таратып келемін. Ол тек қана көшет емес, көшетпенен бірге жаңағы бау-бақша дақылдары. Соғысылардың бәрін отырғызамын да, халыққа қанша керегінше соны таратам. Бау-бақша өсіретіндерге менің айтатыным ең бірінші ерінбеу керек. Еңбек адамды барлық нәрсеге нәтижеге жеткізеді. Мына желкенен тер шығу керек. Маңлайдан тер шығу керек. Көкем бізге көптен гүлдер берді. Көкемнің гүлдерін әкеп егіп, мына өсіп жатыр. Әдемі, енді қазір гүлдейтіні бар, күзге қарай гүлдейтіні бар. Ход жасап жатырмыз, тыңайтқыштар беріп. Әрдайым кеп көкем хабар алып тұрады бізден, қалайсыңдар, қандай тыңайтқыш беріңдер, мына тыңайтқыш жақсы болады, мына уақытта суды көп құю керек, жаңағы салқын кезде құю керек деп бар, көмегін айтып, көкем тілекші екенін білдіріп отырады әрдайым. Барып көргенде кейде мақтанып өзім мақтаныш кернейді. Менің гүлдерім өсіп тұрады. Соңғы кездерде қызығушылық танытулар өсті. Бүгін халықаралық отбасы күні. Бұл атаулы күн 1993 жылы бекітілген. Мерекенің негізгі миссиясы қоғамның назарын отбасы проблемаларына, отбасы құндылығын арттыру және нығайтуға аудару. Бүгінде елімізде 6 миллионнан астам отбасы бар. Айта кетейік, дәл бүгін Қазақстанда мерейлі отбасы ұлттық конкурсы басталды. Байқауға қатысуға өтінім 15 маусымға дейін қабылданады. Еліміздің әр өңірінен үздік шыққан 20 отбасына лауреат атағы беріледі. Жеңімпаздарды салтанатты марапаттау Астанада өтеді. Құндылық жөнінде айтсам, біздің отбасында құндылықтар бір-бірімізді сыйлау ең басты, бір-бірімізге көңіл бөлу. Отбасы деген өзіңнің республикаңда, отдельно өзіңнің бала-шағаң. Құндылық деген ең береке, бірлік отбасын толық болғаны, адамгершілік. Үлгілі отбасы болу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Үлгілі отбасы болу үшін бір-бірін сыйлап, тыңдап, құрметті ізеттеген болу керек қой. Отбасың аман отырса, бала-шағаң тәрбиелі болса, сол маңызды. Отбасыларыңыз туралы бір фильм түсірсе, фильмнің атауы қандай болады деп ойлайсыз? Мен және менің отбасым. Үйде кім атаман? Жеңген ба, сіз ба? Ортақ қой. Кейде ол болады, кейде мен боламын. Сауалнамаға қайта оралайық. Құқық бұзушылықтың алдын алуға атсалысқан азамат алғысқа бөленеді. Сыйлық және ақшалай сыйақы алады, шен беріледі. Арнайы заңға осындай өзгеріс енгізілмек, бұл елдегі азаматтық белсенділікті арттыруға көмектесе ме? Өте қызық тақырып менің ойымша. Дауыс беру жалғасады. 19:30-да орыс тіліндегі жаңалықтар барысында сауалнама нәтижесін жариялаймыз. Бізге сіздің пікіріңіз маңызды. Назарларыңызға рахмет. Жүздескенше.